Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Рамазан айы барша мұсылман қауымының дұғалары, осы айдағы жасаған құлшылықтары қабыл болсын деймін. Бүгін жақсы бір шара өтті. Ол өте қиын жағдайда осыдан 7 жыл бұрын өзінің жарынан ажыраған жалғыз басты әйел 4 баласыменен шама шарқы жеткенше өзінің маңлай терімен, өзінің күшіменен асырап осы уақытқа дейін келе жатқан анамыз өзі бір туысының үйінде тұрып келген. Анда-санда оның қайындары келіп дау шығарып үйлерінен қуатын жағдайлар болған. Дегенмен де енді Алланың сынағы шығар, сол жерде тұрып осы уақытқа дейін тауқыметке шыдап келе жатқан біздің мынау Тараз қаласында Жасыл Тараз мекемесінде қызмет атқарып, сол жерде айлық алып жұмыс істеп бала шағасын асырап отырған әйел осы соңғы уақыттарда жұмысқа жарамсыз болып үйінде жатып қалған. Біз бұл отбасын мешітке келіп, менің жағдайым жоқ, маған көмек беріңіздер деп тауып алмадық. Бұл отбасының ерекшелігі сол өзінің көршілерімен, жақын туыстары, жақын тұратын айналасындағы жай күйіне бейжай қарай алмайтын азаматтар мешітке келіп, ол кісіге көмек болса, қолдарыңыздан келсе бір қаржылай көмек немесе азық-түліктей көмек беріп отырсаңыздар, біз де өзіміз үйімізден тамақ істеп шығарып беріп жатырмыз. Қазіргі уақытта 4 баласы да әлі қоғамға араласқан жоқ, әлі жас балалар. Әйелдің өзі де ауырып үйде жатып қалды, сондықтан біз көмектесіп жатырмыз деп осы мешітке келіп, өздері бар адресін, мекен жайын қалдырған болатын. Осы бізге келген мекен жай арқылы осы анамыздың да үйін барып көрдік. Шынын айту керек, өте бір қиын ахуалда өмір сүріп жатқанын көрдік. Жалпы алған кезде жағдайын көріп, осы Рамазан айында сол бір отбасыға бір қуаныш сыйлайық деген оймен біз кәсіпкер азаматтармен бүгінгі күнгі шараны ұйымдастырдық. Бұл отбасы біздің барғанымызды білгенімен не себепті келгенімізді аңғарған жоқ. Сондықтан біз енді бұл отбасыға қазір 2 бөлмелі пәтердің кілтін ұсынып, алдағы уақытта сол жастары, бала шағасы өсіп, өздеріме келгенше әлі де болса да көмек қолын созып отыруға келістік. Себебі шынында да үйде асыраушысы болмаса, әйел азаматы жұмысқа жарамай отса, ол қазіргі пәтерге орналастырған күннің өзінде де әлі де қиындықтарға душар болады. Сондықтан біз қазір 5-6 айға дейін ол шаңыраққа көз қырын салып отыратын болдық. Кәсіпкерлер етін, азық-түлігін 5-6 ай бойы жеткізіп беретін болды. Және сол ескі үйіндегі кейбір жарамды заттарын осы 1-2 күннің ішінде жеткізіп беруді де қолға алып отырмыз. Жалпы жұмыстың нәтижесі ол бір отбасын қуантудан артық рахат жоқ. Сондықтан да бұндай рахатты патшалардың балалары көрген бекен, көрмеген бекен деп қуанды. Жалпы шынын айтайық, сондай қатты қуаныштан көзіне жас алып, мен ойламадым бұндай орталық мешіттің үлкен деңгейде қол ұшын беретінінен хабардар болмаппын. Бір мүмкін мешітке апарып, маған бір қап ұнын және азық-түлігін беретін шығар деген көңілменен өзім қуанып мешітке келген едім. Бұндай пәтерді алу мүмкіндігін мүлдем ойламаппын деп көзіне жас алды. Оған барлығымыз куә болдық. Біз де сабыр сақтап, осы уақытқа дейін ол отбасына айтпадық. Сол отбасының
құжаттарында алған болатынбыз. Бізге көмек көрсету үшін қажет деп өзімізде тіркеуге қоямыз деп алғанбыз. Сол құжатты айтпай 2 бөлмелі пәтерді сол үйдің егесінің атына біздің кәсіпкер азаматтарымыз зекет қоры аударып берді. Сондықтан бүгін құжатын барлығын қолына алып, қуанып, қуаныш тойын тойлап жатыр. Алла тағала елімізде амандық болып, жұртымызда тыныштық болсын. Алдағы уақытта осындай қатты мұқтаж отбасылар болмасын. Болған жағдайда да барып, көріп, жағдаймен танысып, қазіргі таңда көмек қолын күтіп отқан, қандай да бір қосымша бір қаражат қажет болған елімізде отбасылар көп. Дегенмен соның арасынан әрқашан ізденісте жүріп, ең лайықтысын тауып, алдағы уақытта осындай баспанамен тағы да бір үлкен көмек қолдарын беру жоспарымызда бар. Еліміздің осы өзіміздің өңір басшыларына Алланың нұры жаусын. Әрқашан бір-бірімізді қолдап, бір-бірімізге демеу болып, осындай игі шараны бір отбасын қуантсақ, Алла тағала бізді қияметте жәннатымен сүйіншілейді, жәннатымен қуантады. Сондықтан мұсылман адам мұсылманға жан ашыр дейді. Егер бір мұсылманға қиналған кезінде қол ұшын бермесе, ол біздің мұсылмангершілігімізге жат. Сондықтан біз әрқашан қол ұшын беруге дайынбыз. Біздің ұжым осындай бір бастамаларды алдағы уақытта үнемі жүргізіп отырады деген сенімдемін. Алла ниетімізді қабыл етсін. Қасиетті Рамазан айы баршамызға мұбарак болсын. Келер жылғы Рамазан айына 4 көзіміз түгел аман есен жетуді Алла нәсіп етсін. Алейкум ағалар, рахмет сіздерге осылай үй беріп көмектесіп жатқандарыңызға. Мен де өскенде осылай адамдарға көмектесуге тырысатын боламын. Сіздерге Аллах разы болсын. Рахмет.